Жігіттің басында 3 гауһар болады. Бірі ақыл, бірі сабыр, бірі көрегендік. Сол үшеуінің 3 жауы бар. Ақылдың жауы ашу, сабырдың жауы асығыстық, білімділіктің жауы көре алмау. Осылардан сақтан. Кейбіреулерді қадірлесең, аспанда балады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарай жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Құлайсың, тұрасың, әлде біреуді көріп, сондай болсам ғой деп ойлайсың. Бірақ оның кім екенін білген соң, өз қалпыңмен болғаныңа қуанатын кездер болады. Өмірді жек көресің, өмірді сүйесің. Бүкіл дүние саған қарсы тұрған секілді ой келеді. Бірақ бір адамның махаббаты сенің өміріңді бір сөзбен, бір әрекетімен мағыналы етіп, өмірді сүйе білуге, өмірді сүруге, ынтығуға қайта жетелейтін жағдай болады. Күлесің, жылайсың, көзіңнен жас сорғалағанша күлесің, жылайсың. Ананы істейсің, мынаны істейсің. Кейін оларды істемеген болсам ғой деп те ойлайсың. Бірақ соңында олардан сабақ алғаныңа қуанатын кезіңде болады. Өміріңнің бірде-бір күніне өкінбе. Күн сайын, сағат сайын өмір өзгере береді. Досыңнан айырыласың, жаңа дос пайда болады. Кейде досым деп жүрген адамың шынайы дос емес болып, ал суқаның сүймейтін адаммен жақсы достасып кететін жағдай болады. Махаббатта, сүйіспеншілікті іздейсің. Махаббатты табасың, махаббатты жоғалтасың. Бірақ соңында барлық уақыттарда әрқашан махаббатпен бірге болғаныңды білесің. Алақандай жүрегін жып-жылы отпен шоқтай маздатып жүретін адамдар болады. Сыртынан қарағанда өзгеден өзгешілігі жоқ болғанымен, көзге ерекше жылы көрінетін және бар қайғы-мұң, өкпе ренішіңді осы адамға жайып салуға болатындай. Сондай бір адамдар кездескеннің бәрінің өшіп бара жатқан отын әлгі шоғымен лаулатып тамызып кетеді. Мүмкін бір рет немесе бір сәтке ғана бірге болғаны миыңа емес, көңіліңе орнығып, ол адам туралы ойлағанда, мынау өмірдің түгелдей жаман болып қалмағанын сезініп, үмітің мен шабытың қайта оралғанын білесің. Ойыңнан, жан дүниеңнен, аузыңнан алтындай әдемі сөздер әрқашан төгіліп тұрады. Әлемдегі ең ұлы адам, бірақ өте кішіпейіл. Сондай бір сүйкімді адамдар болады. Солардың бірі сенсің. Өз қадірін білетін қанағатшыл адам өзгеге қызғаныш жасамайды. Пейілі кең болғандықтан бақытты өмір сүреді. Өзімшіл, бейшара адамдар өзгенің жақсылығына іші күйіп, қызғаныштан жарылардай болып, өмірін қайғырумен өткізеді. Әрқашан жүрегіңнің айтқанына құлақ тұр, бірақ ақылды да ұмыт қалдырма. Тек жүректің айтқанымен жүру кісіні жаңылыстырады. Бұл ақылға да тура солай қатысты өлшем. Кейде адамдардан алшақтауымыз, оларды жек көруімізді немесе өзгеріп кеткенімізді білдірмейді. Оңашалану шаршаған адамдар үшін отан. Адам баласының көбі алданып қалатын екі нығмет бар. Олар денсаулық пен бос уақыт.
Ата-анаңыздың сізге бере алмаған заттары үшін оларды кінәлап, ренжімеңіздер. Олар өздерінде жоқ болса да сізге алып берген. Үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді. Қадірлеген сайын қадірім кетті, сыйлаған сайын сыйластығым кетті. Ең өкініштісі, арзан адамға қымбат уақытым кетті. Адамнан адам бекер алыстамайды. Не тірлігімен, не тілімен, не көңілге тиетін дүниелер себебінен алыстайды. Өмірде жалғыз қалатын күндер өте көп кездеседі. Бірақ жалғыз емес, өзіңмен біргемін деп ойла. Ішкі жан дүниеңмен әңгімелес. Өзіңе адал, әрі әділ бол. Өзіңді түсін, және жақсы көр. Бақ дәулетті өмір сүргің келсе, ең әуелі ғылым ізде. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз ақыретте жоқ, дүниеде жоқ. Білімді болсаң, алар асуың биік болады. Ешқашан мақтанба. Ең әуелі тәрбиені өзіңнен баста. Білімді бол, еңбек қыл, мақтаншақ болма. Ешкімге кім екеніңді дәлелдеп, әлек болма. Сенің жаман жағыңды көргісі келген адам бәрібір жақсы жақтарыңды көре алмайды. Біреуге жақсы адам боламын деп көрінудің қажеті жоқ. Сенің бәрібір жақсы жағыңды көрмейді, тек жаман жағыңды көреді. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді, жаман адам сөздің шірігін іздейді. Сенімен сөйлескісі келмейтін адамды қайта-қайта мазалама. Себебі қадіріңді одан әрі кетіріп аласың. Құрметті оқырман, бабалардан қалған асыл, нақыл сөздер сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видео астына өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ұнаса, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойды да ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер, пайдалы ақпараттар каналымнан көптеп шығады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аманда сау болыңыз.